Енді бізге толассыз хабарласқан көрермендер бар екен, тағы да байланысқа қосып көрсек. Саламатсыз ба? Я, тыңдап тұрмыз. Мен дейтін Маңғыстау облыстан хабарласып тұр едім ғой. Жақсы, тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз сауалыңыз болса. Мен Маңғыстау облысынан хабарласып тұрмын. Мен дейтін бір қызыммен 11 жылдан бері күйеуден қайтып келіп отыр едім ғой, ажырасып та. 11 жылдан бері ешқандай жолым болмайды. Анда барам, мында барам, мешіттерге де барам, қазақ емдерге де барам. Жұмысқа да жолым болмайды. Енді қайтадан тұрмыс құрғым келеді, тұрмысқа да жолым болмайды. Сол енді кісіден ақыл кеңес сұрайын деп едім. Айдар ағамыздан отырған имамнан. Жақсы, хабарласқаныңызға көп рахмет. Ерсін аға, енді бұл жерде тікелей өзіңізге қатысты, отбасылық мәселеде бір өмірде жол болмағандығын алға тартып сұрақ қойып жатыр. Енді жалпы негізі жолым болмады деген сөздің өзі, енді оны жан-жақты қарастыруға болады. Ол қандай мағынада айтылып жатыр. Жалпы енді бізде дінімізде тағдыр деген дүние бар. Жақсылық, жамандық Алла тағаладан болатындығын, және жақсылықта сынақ екендігін, қиыншылықта сынақ екендігін әрбір дінді ұстанған, дінді үйренген адам жақсы біледі. Сол үшін де, яғни Алла тағала Құран кәрімде біз сендерді кейде қорқынышпен сынаймыз, кейде сол дүние мал мүліктерінің азаюымен сынаймыз, кейде тіпті бағанағы өліммен сынаймыз. Уәбәшширис сабирин, сабыр етушілерді сүйіншіле. Егер олардың басына бір қиыншылық түсетін болса, олар біз Алладанбыз, Аллаға қайтушымыз деп айтады. Міне соларға Алла тағаладан жақсылықтар бар, мейірім бар дегендей. Сол үшін де жалпы бізде дінімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келетін хадис бар. Өзіңнен дін мәселесінде өзіңнен жоғарыға қара, дүние мәселесінде өзіңнен төмен болған адамға қара, сонда ол Алла тағаланың нығметін сезінуге көмектеседі деді. Яғни мысалы бағанағы жаяу жүрген адам егер көлік мініп жүрген адамға қарайтын болса, көлік мініп жүрген адам вертолетта ұшып жүрген адамға қарайтын болса, ұшақта, тікұшақта, ол тағы басқа біреуге қарайтын болса, мысалы Илон Маск ракеталар бар деген секілді, онда ешқашан оның жүрегінде қанағат болмайды. Керісінше, енді Құдайға шүкір, бағанағы жаяу жүрсем де менің аяғым бар, осы аяққа мұқтаж болып, бағанағы мүгедектердің коляскасына таңылып отырған қанша адам бар. Әйтеуір Алла тағала маған денсаулығымды берді. Сол басқа біреулерге салмақ болып, мына қанша жылдардан бері тіпті олар өз дәретке кіріп шыға алмайтын, оның дәретке кіріп шығуын өзі де ол үшін үлкен бір ауыртпашылық, не өйткені бала шағасына ауыртпашылық, ағайын туысқанына ауыртпашылық салып жатқан адамдар бар, басына сондай сынақтар түсіп жатқан. Сол үшін де егер адам сол жағынан қарайтын болса, онда жалпы менің жолым болмады деп айтпайды деп ойлаймын. Жалпы яғни сол үшін де енді біріншіден жүректе қанағат, Алла тағаланың бергеніне разылық болу керек. Одан кейін Алла тағаладан ары қарай жақсылығын сұрап, әрекетті жасау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалы өзінің хадисінде айтады: егер дейді адам баласы мен дұға еттім, дұғам қабыл болмады деп айтып қоймаса, асығысып айтып қоймаса, оның дұғасы қабыл болады дейді. Сол үшін де яғни адам үмітсіздікке түспеу керек. Құранда Алла тағала үмітсіздікке түспеңдер деп үмітсіздікке түсуге тыйым салған. Сол үшін де үмітсіз шайтан дейді. Жалпы үмітсіздікке салынбай Құдайдан сұрау керек, ары қарай әрекетін жасау керек. Алла тағала иншалла береді. Жалпы одан кейін осы Құдайдан бұл дүниелік мәселені сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: егер адам сұраса, егер дұғаның бүкіл шарттарын орындайтын болса, қабыл болуының, енді басына қиыншылық түсіп жатыр, Құдайдан сұрап жатыр. Құдайдан сұрау үшін ең бірінші адамның бағанағы жегені, ішкені, тапқаны халал болу керек. Өйткені хадисте айтылады, кейбір адамдар жайында, мысалы қажылыққа барып, умраға барып, Құдайдан жалбарынып сұрайды, бірақ оның ішкені харам, жегені харам, тапқаны харам, кигені харам, оның дұғасы қайдан қабыл болсын деді. Егер мысалы адам ағайын туысқанымен қарым-қатынасын үзіп қойған болатын болса, сондай харамнан дүние тауып жүрген болатын болса, онда оның дұғасы қабыл болмайды. Сол дұғаның қабыл болу шарттарын орындап, Құдайдан сұрайтын болса, Құдай оның дұғасын қабыл етсе, оған үш нәрсенің бірін береді деді. Үш нәрсенің бірін береді. Біріншісі, оның сол сұраған нәрсесін береді. Екіншісі, сол дұғаның көлемінде оған келетін бір жаманшылықтың бетін қайтарады деді. Яғни,
мүмкін ол бір жаманшылыққа ұшырар еді, бірақ сол дұғаны Алла тағала қабыл етті да сол дұғаның себебімен бір жаманшылықтың бетін қайтарды одан. Және үшіншісі, оның дұғасының сыйын Алла тағала қияметке сақтап қояды дейді. Кейін пенде қияметке барып, қияметте сол дұғасының сыйын көрген кезде менің бүкіл дұғаларым осылай қияметке сақталғандай еді деп соны нәрсені қалайды дейді. Сол үшін де иншалла, яғни үмітсіздікке түспестен ары қарай әрекетін жасау керек. Құдайдан сұрап, жалпы бізде мынандай нәрсе болмау керек негізі. Мен сол Құдай маған берсін, мен сол үшін оған намаз оқимын, соған құлшылық жасаймын деп. Жоқ, олай емес. Біз Құдайға бізге еш нәрсе бермесе де, басымызға күнде сынақты салып жатса да, құлшылық жасауға міндеттіміз, өйткені ол біздің дүниедегі негізгі басты міндетіміз болып табылады. Яғни Құдайдан мен саған беремін, мен құлшылық беремін, мен мешітке барып садақа беремін, немесе біреуге беремін, сен маған бер деген секілді, ондай бағана айтқандай біз коммерсанттық көзқараспен, коммерсанттық психологиямен Алла тағаламен мәміле жасауға болмайды. Иншалла, Алла тағала береді, мен Алла разылығы үшін беріп жатырмын. Пайғамбарымыздың Алла тағаланың Құранда уәдесі бар деп солай әрекет ететін болса, иншалла Алла тағала береді.